Бәріне сәлем достар. Бүгінгі менің видеомда мен сендерге мына екі продукт жайында айтып өтемін, яғни көрсетемін. Бұлар қалай жақсы жұмыс істейтіні жайында барлық заттарын бүгінгі менің видеомда көремін. Сондықтан менімен бірге болыңыз. Ең бірінші мен мына тональный кремді көргім келеді. Бұл тональный крем арнайы майлы теріге арналған. Оның көпке дейін күңгірттілігін сақтап тұрады, яғни майсыздандырмайды. Міне байқап отырғаныңыздай өте жақсы, барлық қан тамырларын бәрін жауып тұр. Бұны жағар алдында ең алдымен бетімді ылғалдандырамын. Бет терісін, яғни бет терісін кез келген өздеріңіздің сүйікті кремдеріңізді қолдана отырып ылғалдандырасыздар. Себебі кез келген тональный кремді міндетті түрде ылғалдандырылған кожаға жағу керек. Сонда ғана тональный крем өте күшті жататын болады. Міне жағып болдық. Енді міндетті түрде осындай дымқылдау біраз спонжығымыз бар. Және мен бүгін екі бетіме екі түрлі әдісті қолданамын. Бір бетіме осындай кисточканы қолдансам, екінші бетіме бьюти блендерді қолданамын, және қайсымен қандай эффект болатынын көреміз. Ал енді бастаймын. Алдымен тональный кремді ашамыз. Бұның сырты осындай крышкамен жасалған. Менің ойымша бұл өте ыңғайсыз. Әрдайым бұл крышкадан ағып отырады. Және кішкене ғана былай аламын. Сосын бетіме әрбір жерінен осылай іздер қалдырамын. Ең алдымен біз кисточкадан бастаған соң, осы бетімнің бір жартысын жасап аламын. Сосын келесі жартысына көшемін. Кисточка менде Мишадан алынған. Өте ыңғайлы, күшті кисточка, сондай жұмсақ. Кисточкамен тональный кремді жағу өте ыңғайлы. Ол қалың қабат қылып жақтырады және өте жұмсақ қылады. Міне байқап отырсыздар ма, жоқ па? Міне екі бетім. Мына жерде тональный крем жоқ, мына жерде бар. Кисточкамен жағылған. Өте қалың қабат болып шығады кисточкамен жаққанда, себебі ол өзіне ешқандай продуктты сіңіріп алмайды. Сондықтан қалың слой, қалың қабат шығады. Яғни мен бетімде сеземін. Бірақ Oriflame компаниясынан, яғни интернеттегі жазуларына қарап отырса, онда ол жерде эффект маски болмайды деп айтады. Енді соны қазір тексереміз. Келесі бетіме мен бьюти блендерді жағамын. Міне тональный креммен, тональный кремсіз. Айырмашылығын байқап отырсыздар деп ойлаймын. Мен өзім байқап отырмын. Так. Дәл сондай нүктелер салудан бастаймыз. Ал енді кеттік бьюти блендермен. Қалай болатынын көреміз. Бұл бьюти блендер біраз тональный кремді жеп қоя алады. Сондықтан бьюти блендермен жаққан қабат өте жұқа қабат болуы мүмкін. Бірақ өте сондай біркелкі болады. Бірақ дегенмен, мына кисточкамен жаққан қабатымыз да өте жұмсақ. Жақсы покрытие дейді. Яғни жабу қабілеті жақсы болып шығады кисточкамен жаққан кезде. Ал міне бьюти блендермен қарап тұрсаңыздар, мына жерде міне өте жақсы жабылған, мына жерде өте жұқа жабылған. Екі бетім екі түрлі. Бұлай қарап тұрсаңыздар. Мына жерде кисточка Миша, мына жерде бьюти блендер. Байқап отырғандарыңыздай, бұл тональный кремді мен бьюти блендермен жаққан кезде өте қатты мына прыщиктарды жаппады. Ал мына жерден, мына жерде біраз қызыл тұр. Оны жақсы жапты. Мына жерде қызыл тұратын, менде жақсы жапты олардың бәрін. Және кейін былай қарап отырса, мына порылардың бәрін кисточка жапты, ал мына жерден бьюти блендер жаба алған жоқ. Жарайды.
бұл біздің эксперимент болған соң, енді келесі мына стикті жағамыз. Бұл арнайы контуринг арналған стик. Бұл стиктің құрамында арнайы сквалон деген зат бар. Ол табиғи май екен, және сол майдың арқасында біздің теріміз ылғалдылығын сақтап тұрады. Сондықтан бұны жаққан кезде сіздердің терілеріңіз ылғалдандырылып, оған яғни уход болады. Және міне өстіп қарап отырсаңыздар, өте ыңғайлы тушевать етіледі, яғни межелердің барлығын жақсы таратылады. Және тағы бір менің байқағаным, міне светке қарағанда былай қараса көрінеді, басқалай қараса көрінбейді. Яғни бұл өте сондай шынында да табиғи көлеңке жасап тұрады бетімізге. Бұны жалпы жаққан кезде міндетті түрде тональный кремнің үстінен жағады, яғни ешқандай пудраны қолданбайды. Яғни кремовая текстура болғандықтан бұны пудраның үстіне емес, тональный крем үстіне жағады. Бұлай жасаймыз. Көзге де біраз жағуға болады, бірақ өнелейін. Так, келесі енді дәл осы продукттарымызды қолдана отыра, мұна контурингті тарату керек, жағу керек, дұрысталап отырып. Үстіне қарай қолданамыз, міне. Үстіне, яғни кисточканы, үстіне міне бұлай ұстаймыз да, үстіне тартамыз. Келесі бьюти блендердің жағымен. Шынымды айтсам, маған көбінесе мына кисточкамен жаққан жақ ұнап тұр көбірек. Блендер. Не байқадыңыздар? Екі бетімнің қай жері арықтады, және екі техникамен біз бүгін жасап шықтық. Міне көріп отырғандарыңыздай бьюти блендер, кисточка. Сізге қай жақ ұнады, комментарияға жазып қалдырып кетіңіз. Осымен достар, бұл видеом аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бұл видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.